Кез келген сот процесі міндетті түрде соттың шешімімен аяқталмайды. Мысал үшін кейбір кезде екі жақ медиативный соглашение, яғни келісімге келеді, бір белгілі бір келісімге, сол кезде медиативный соглашение немесе мировое соглашение деп айтады. Яғни бұл жерде соттың шешімінсіз, былайша айтқанда, бір келісімге келу. Ол міндетті түрде құжат түрінде шығады. Одан кейін сол екі жақ бір-бірімен келіскен кезде сот бұл жерде көбінесе соттың шешімін емес, соттың ұйғарымын шығарады. Және де бұл соттың ұйғарымы кейін белгілі бір мезгілде орындалмаса, демек ары қарай сол соттың ұйғарымы негізінде исполнительный лист шығып, ары қарай жеке сот орындаушыға өтеді. Мысал үшін жақында бізде сәтті бір іс аяқталды. Ол жерде жеке тұлға басқа бір жеке тұлғаға қарыз сомаға ақша берген, 650 мың теңге. Бірақ ортада ешқандай расписка жоқ, жай ғана WhatsApp-та переписка бар. Бұл жерде біз сотқа шағымданған кезде сотта жаңағы жауапкер кісі осы белгілі бір мезгілге дейін, белгілі бір мерзімге дейін ол кісіге ақшаны қайтарамын деп уәде етті. Сондықтан да біз бұл жерде медиативный соглашение жасадық, яғни екі ара келістік дегендей бол. Ары қарай сот өзінің ұйғарымын, яғни определениені шығарды. Егер де осы ұйғарымда көрсетілген мерзімге дейін жауапкер ол қарыз соманы қайтармайтын болса, демек біз ары қарай соттан исполнительный лист алып, ары қарай демек жеке сот орындаушыға жүгінеміз. Бұл өте көптеген біршама уақытты үнемдейтін, былайша айтқанда, процедура. Сондықтан да банк, коллекторлық компания немесе МФО-сызды сотқа бергенде міндет, сот кезінде жаңағы график сұрауға болады деген сияқты, сол арқылы сол жерде медиативный соглашение жасауға болады. Бірақ ол медиативный соглашениеге жаңағы банк, коллекторлық компания немесе МФО-да келісу керек. Егер ол келіспейтін болса, ешқандай сот оларды мәжбүрлей алмайды. Бірақ ол медиативный соглашениеге қол қойғаннан кейін, ары қарай егер мерзімінде орындамайтын болсаңыз, ары қарай іс тез арада жеке сот орындаушыға өтіп кетуі мүмкін.